Біздің бөбекжай бақшамызда жазғы сауықтыру жұмыстары барысында ұлттық құндылықтарды дәріптей отырып, асық терапиясын түрлі қимылдық, танымдық, спорттық ойындармен ұштастыру арқылы балалардың жан-жақты дамуына жағдай жасалып келеді. Асық пен алақанға жаттығу жасау қолдың ұсақ моторикасын, саусақ буындарының икемділігін арттырады. Алақан арқылы ми белсенділігінің арттыруына оң әсерін тигізеді. Асықты уқалау, алақанның ішінде домалату, арқаға массаж жасау жаттығулары балалардың қан айналымын жақсартады. Тыныс алу жаттығуларының бір түрі үрлеу. Бұл жаттығулар логопедиялық сауықтыру, сергіту, тыныс алу жұмыстарын жақсартады. Тыныс алу мүшелерінің жұмысын белсендіреді. Табан арқылы асықты массаж жолдармен жүру бойынша олардың аяқ бұлшықеттерін дамытады. Тепе-теңдік пен қозғалыс үйлесімділіктерін жетілдіреді. Жалпан табандылықтың алдын алады. Бала денсаулығына зиянсыз әрі қауіпсіз болып келеді. Құм мен асық табиғи құрылымнан болғандықтан ешбір зиянсыз, қауіпсіз екені мәлім. Асықты құммен, қолмен табу арқылы саусақтың бұлшықеттері жаттығады. Жасырын асықты табу үшін бала назары шоғырлана түседі. Яғни балалардың зейіні мен байқағыштығы қалыптаса бастайды. Құмға сурет салу барысында бала өз еркімен жаңа сюжеттер құра алады. Асықтың бейнесі көрсетілген кілемшеден секіру арқылы балалардың еркін қимылдап, қорықпай әрекет ету қасиеті дамиды. Түстерді ажырата біледі, дәлдеп лақтыруға ұмтылады, тепе-теңдікті сақтауға тырысады. Жазғы сауықтыру кезеңінде асықты сумен біріктіріп ойнау балаларға ерекше әрі қызықты сергітетін ойын болып келеді. Балаларды екі топқа бөліп жарыстыру ойынға қызығушылығын екі есе арттыра түседі. Асықты сумен ойнау арқылы балалар көтеріңкі көңіл күй алады. Командалық рух, ұйымшылдық қалыптасады. Қол икемділігі, зейіні дамиды, шапшаңдылыққа, ептілікке баулиды. Сумен ойнау арқылы жағымды эмоционалдық ортаға бейімделеді. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптей отырып, балабақшамызда жазғы сауықтыру іс-шараларын зиянсыз, қауіпсіз, қарапайым асықпен балаларға мықты денсаулық, көтеріңкі көңіл күй сыйлау, үйлесімді жағдай жасау әр тәрбиеші педагогтың басты міндеті.